Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Қазақша арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау білдіріп, қоңыраушаны басып, қолдап отырыңыздар. Уақыт дейтін тұлпар бар, тоқтамастан шабатын. Арман деген сұңқар бар, кеңге жайған қанатын. Бақ деген бір жұлдыз бар, кез келгенге қонбайтын. Байлық деген бір мұз бар, қолыңда мәңгі болмайтын. Мансап деген төбе бар, екінің бірі шықпайтын. Сабырлық деген кеме бар, ағыммен бірге ықпайтын. Пейіл деген алаң бар, тарылып кейде қалатын. Сезім деген алау бар, жүректе ғана жанатын. Азғындық дейтін қауым бар, шайтанның сөзін ұғатын. Имандық дейтін ауыл бар, жұмаққа жақын тұратын. Ашу деген дұшпан бар, өкінішке бастайтын. Күншілдік деген мастан бар, айналаны ластайтын. Үміт деген жалын бар, өшірмесең өшпейтін. Қиял деген сағым бар, қапелімде көшпейтін. Мінез деген қалып бар, өзгертуге келмейтін. Ақыл деген алып бар, жауға сені бермейтін. Тәкаппарлық тағы бар, айналаны көрмейтін. Бұл өмірде бәрі бар, дегеніңе көнбейтін. Бәрін айтта бірін айт, құдіретті Алла бар, көрініп көзге келмейтін. Қиямет күні болғанда, осының бәрін тергейтін. Жаратқан мына жалғанды, сөзінің жоқ жалғаны. Өмір деген сынақта, ұмытпайық Алланы.